بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алла тағала бүгінгі басып келген қадамдарыңызды Алланың үйіне, Алла тағаланың рахымынан, жәннатынан, разылығынан үміт етіп келген қадамдарыңызды Алла тағала сауаптан жазсын. Бүгінгі қасиетті күнде жасайтын құлшылықтарымызды, әрбір игі амалдарымызды, дұғаларымызды, тілектерімізді Алла тағала еселеп сауаптан жазып қабыл етсін. Біздің халқымызда айтады: тәуекел түбі жел қайық, мінесіңде өтесің, уайым түбі тұңғиық, батасыңда кетесің дейді. Тәуекел деген біздің халқымызда, тілімізде сөз бар. Ол қандай сөз? Бұл қандай ұғым тәуекел деген? Қайдан келіп жатыр? Тәуекел деген арабтың тәуәккүл деген сөзінен келіп тұр. Тәуәккүл. Содан келіп өзіміз білетін өкіл деген сөзде келеді. Ол арабтың уәкил деген сөзінен келіп тұр. Өкіл, яғни ол шешім қабылдау, оған тапсырылған, оның құзыреті бар, бір жауапкершілікті мойнына алған деген сөз. Енді тәуекел деп өзіміз жақсы білеміз, қазақша мағынасын түсінеміз. Тәуекел деген орысша риск деп те жатамыз. Бірақ шариғаттағы мағынасы қандай оның? Маңызы қандай? Шариғаттағы орны қандай тәуекелдің? Шариғаттағы тәуекел ол ісіңізді жүрегіңізбен Аллаға тапсыру. Алла тағаланың құзырында сіздің тағдырыңыз, сіздің пайдаңыз, сіздің зияныңыз, сіздің денсаулығыңыз, сіздің ауруыңыз, бүкіл барлығы да Алланың құзырында екеніне кіршіксіз сенуіңіз. Алла тағалаға солай біз тапсыруымыз, оны тәуекел дейді. Тәуекел бұл біздің міндетіміз, мойнымыздағы парыздарымыздың бірі. Алла тағаланың алдындағы. Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: Әстәғизу биллахи минаш шайтанир раджим. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әмір етіп Алла тағала бұйырып айтып тұр: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ. Сен тәуекел ет. Кімге тәуекел етесің? Ісіңді тапсыр, кімге тапсырасың? Бүкіл мына исламның, иманның, сахабалардың және айналаңдағы арабтардың, адамдардың жүрегіне кіруін сен кімге тапсыр дейді? Өлмейтін тірі затқа тапсыр дейді. Ешқашан өлмейді ол дейді. Ол кім? Алла тағала. Мәңгі тірі болатын жаратушыға тапсыр деп тұр. Басқа бізде ешқандай шығар жол жоқ. Неге? Алла тағала айтып отыр, ол өлмейді дейді. Басқалардың барлығы өледі. Егер біз адамға тапсырсақ, толығымен, нәтиженің барлығында, істің хайырының бүкіл барлығын, үміттің бәрін адамға тапсыратын болсақ, адам өледі. Әрбір жаны бар зат өлімнің дәмін татады. Оған ешқандай күмән жоқ. Қандай басқа бір тіршілік иесі, қандай да бір тылсым дүние
Мүмкін ол мысалы бір әулие болар, мүмкін басқа болар. Оның барлығы да жаратушы емес. Сен кімге тапсыруды біл деп тұр Алла Тағала. Өлмейтін жаратушыға тапсыр, тәуекел ет дейді. Алла Тағала бұйырып айтып тұр. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Және Алла Тағаланы мадақтап, ұлықта, дәріпте, кемшіліктен пәкте. Себебі Алла Тағала өзінің құлдарының жасаған күнәләрін жақсы біледі дейді. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Жақсы біледі. Әр қайсымыздың ахуалымызды Алла Тағала бізден артық біледі. Иннаху алимун бидати судур. Алла Тағала біздің жан дүниемізде, көкейлерімізде, ойымызда не жатқанының барлығын біледі Алла Тағала. Жасаған күнәларымыз былай тұрсын. Соның барлығын біледі. Сен сондықтан Алла Тағалаға тәуекел ет деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Алла Тағала әмір етіп тұр. Пайғамбарымызға әмір етті ме? Бұл баршамызға бағытталған Алла Тағаланың бұйрығы, әмірі. Тағы бір аятта айтады. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ дейді. Сен азиз болған. Азиз деген не ол? Ешқашан жеңілмейтін зат. Жеңілмейді. Сондай шексіз құдіреттің иесі. Азиз ол. Құрметті. Ешкім оны жеңе алмайды. Күшті. Және ар-рахим. Ерекше мейірімді. Барлығын қамтитын мейірімді. Тіршіліктің мұсылманы бар, кәпірі бар, бүкіл барлығына мейірімі жетіп тұрған затқа, сол жаратушыға сен тәуекел ет деп тағы бір аят айтып жатыр. Бұл деген сөз, яғни сен неге әлсізге тапсырасың? Күштіге тапсыр. Ешқашан оның сағы сынбайтын, ешқашан ешкімнен жеңілмейтін, құдіреті барлығына жететін Алла Тағалаға тәуекел ет деп тұр. Басқаға емес. Және ол мейірімді. Алла Тағаланың мейірімі емізулі баласы бар ананың өзінің баласына болған мейірімінен де артық бізге. Емізулі баласы бар омырауында ана қандай мейірімді болады баласына? Одан да артық мейірімді Алла Тағала. Одан да артық мейірімді. Алла Тағалаға бұл жердің бетінде құлшылық қылғанда, құлшылық қылмағанда, Алла Тағалаға сенгенде, сенбегенде, күнәні жасамай жүрген, сақтанып, тақуа болып жүргенде, күнәһарда, қылмыскерде, барлығы бұл жердің бетінде өмір сүріп жатыр. Алла Тағаланың рызқынан жеп жатыр. Алла Тағаланың ауасымен дем алып жатыр. Қалай оның барлығы? Себебі Алла Тағаланың мейірімі шексіз. Алланың мейірімін кейбіреулер злоупотреблять етіп жүр, орысшалап айтқанда. Оны асыра сілтеп пайдаланып жүр, өкінішке орай. Олар тәубеге келу керек. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ дейді. Бірнеше жерде Құранда айтады. Алла Тағалаға момын мұсылмандар тәуекел етсін дейді. Демек, біздің Аллаға тәуекел етуіміз, Алла Тағалаға ісімізді тапсыруымыз, Алла Тағалаға өзімізді тапсыруымыз, Алла Тағалаға болашағымызды тапсыруымыз, мұның барлығы да біздің мойнымыздағы міндет. Олай болмайды. Себебі біз инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Біздің баршамыз шын мәнінде Алла Тағаланың мүлкіміз, барлығымызда Алла Тағалаға қайтамыз. Алла Тағалаға қайтпайтын ешкім жоқ. Мүлік біз Алла Тағала үшін. Алла Тағаланың құлдарымыз. Құл өзінің қожайынына тапсырмағанда ісін кімге тапсырады? Құл өзінің қожайынынан жақсылықты күтпегенде басқа кімнен күтеді? Біз Алланың құлдарымыз, біз Алладан барлық жақсылықты күтуіміз керек. Сондықтан біз әрбір намазымызда «Ияка нa'буду ва ияка настаин» дейміз.
Тек өзіңе ғана құлшылық етеміз, тек өзіңнен ғана жәрдем сұраймыз дейміз. Абсолюттік тұрғыдан нәтиже, жәрдем тек бір Алладан сұраймыз біз. Алланың құдіреті ғана барлығына жетеді. Басқа ешкімнің құдіреті барлығына жетпейді. Адамның құдіреті де, ақылы да, мүмкіндігі де, адамнан басқа техника болсын, немесе электроника, бүкіл барлығы құдіреті шектеулі. Артып кете алмайды. Қазіргі дамып кеткен технологиялардың қанша дамып керемет болып тұрғанмен оның құдіреті баратын жерінің барлығы белгілі, шектеулі. Шексіз құдіреттің иесі бір Алла тағала ғана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазіреті Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху риуаят ететін хадисте былай дейді. Хадисте имам Ан-Насаи, Ибн Мажа және Әл-Хаким, имам Ат-Тирмизи секілді үлкен ғұламалар риуаят еткен. Имам Ат-Тирмизи хасан және сахих деген баға берген. Лау аннакум таваккалтум аля Аллахи хаққа таваккулихи дейді. Егер сендер Алла тағалаға шынайы тәуекел ететін болсаңдар дейді. Шынайы тәуекел. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге шынайы тәуекелді айтып отыр. Шынайы тәуекел деген қандай болады? Біз шын мәнінде дұрыс тәуекелді Алла тағалаға қалай етеміз? Дұрыс намазды қалай оқуды біз мысалы біздің өзіміздің ғұламаларымыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисіне, сүннетіне, Алла тағаланың аяттарына негіздеп салып кеткен жолы мазхабы бойынша дұрыс намазды үйренеміз. Ханафи мазхабы бойынша. Ал енді шынайы дұрыс тәуекел қалай болады? Оның бірнеше шарттары бар. Шынайы тәуекел еткісі келген адам ол Алла тағалаға толығымен ісіңді тапсырып, Алла тағаладан барлығының болатынына сені ғой. Күнәдан адам жырақ жүру керек дейді ғұламалар. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ең бірінші шарт. Сендер азық жинаңдар ақиретке. Ақиретке жинаған азықтың ең хайырлысы, абзалы тақуалық дейді. Тақуалық деген не ол? Тақуалық деген Әлләзина аману ва кану яттақун. Алла тағала Құранда айтады. Ол әулиелер иман келтіріп тақуа болғандар дейді. Ал тақуалық ол таңертеңнен кешке дейін мешітте отыру емес. Немесе басқа да бір құлшылықтарды үздіксіз 24 сағат бойына жасау емес. Тақуалық Алла тағаланың бұйырғанын орындап, тыйғанынан тыйылу. Осы тақуалық жіктер. Яғни, халалмен өмір сүресіз, харамнан сақтанасыз. Тақуалықтың қысқаша анықтамасы осы. Бірақ бұл оңай нәрсе емес. Бұл әркімнің қолынан келмейді. Харамның ауқымы кең, сонымен бірге халалдың да ауқымы кең. Сондықтан біреулер халалмен жүре алмай харамға қайта-қайта нәпсіне еріп түсіп кете беруі мүмкін. Міне тақуалық, яғни біз күнәдан сақ болуға тырысуымыз керек, барынша. Шынайы тәуекел еткісі келетін адам. Бірінші шарт. Екінші шарт Алла тағала Құран кәрімде айтады. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ مُؤْمِنُونَ дейді. Айт оларға дейді. Бізге Алла тағала жазған, Алла тағала қалаған жамандықтан артық ешқандай жамандық болмайды. Одан артық бізге қиындық болмайды деп айт оларға дейді. Хуа маулана. Біздің тағдырымызды жазған да, біздің қожайынымыз да, біздің патшамыз да, иеміз де, бізді жаратқан, біздің Раббымыз ол Алла. Хуа маулана. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Алла тағалаға мұмын мұсылмандар тәуекел етсін. Бұл деген сөз, яғни әрбір мұсылман баласы Алла тағалаға шынайы тәуекел еткісі келген, әр нәрсенің Алланың жазғанынан артық кем болмайтындығына сену керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің немере інісі Ибн Аббасқа айтады. Сен біл дейді.
бүкіл әлемнің адамдарының барлығы жиналып келіп, саған жамандық жасаймыз деп әрекет жасайтын болса дейді, бүкіл әлемнің адамдарының барлығы, ол Алла тағаланың жазған жамандығынан артық істей алмайды, сен оны біл дейді. Соған сен дейді. Ал бүкіл әлемнің адамдарының барлығы келіп саған жақсылық жасаймын, саған пайдамды тигіземін деп әрекет жасайтын болса дейді, сен біл, Алла тағала нәсіп еткен жақсылықтан артық саған жақсылық жасай алмайды дейді. Осылай біз сенуіміз керек. Екінші шарт. Алла тағаланың құзырында жақсылық жамандықтың барлығы да әрбір нәрсе Алла тағаланың қалауымен ғана болады деп сенуіміз бұл шынайы тәуекелдің шарттарының бірі. Сонда ғана сіз Алла тағалаға ісіңізді тапсыра аласыз. Сонда ғана Алла тағалаға шынайы тәуекел ете аласыз. Үшінші мәселе, біздің дініміз Аллаға тәуекел етуді әмір етеді, бірақ себепке жүгінбеуді әмір етпейді. Біздің дінімізде жоқ, алма піс, аузыма түс деген әңгіме жоқ. Біз әрекет жасауымыз керек. Егер рызықты қалайтын болсақ, Алла тағалаға нәтижені тапсырып, жұмыс жасауымыз керек. Ауырып қалсақ, Алла тағаладан шипаны сұрап, ем жасауымыз керек. Білім алғымыз келсе, Алла тағаладан білімнің берекесін тілеп, Аллаға тапсырып нәтижені оқуымыз керек, кітапты жазуымыз керек, ғалым болғымыз келсе. Шешен болғыңыз келсе, Алла тағалаға соңғы нәтижесін тапсырып, Алладан сұрап, арғарата біз шешендік өнеріне машықтануымыз керек. Яғни, тәуекел етуді Алла тағалаға әмір еткенімен, себепке жүгінбеуді біздің дініміз қолдамайды, қажет болса, одан тыяды. Біреулер, Алла тағалаға тапсырдым, болды, Алла тағала береді маған деп қимылдамай, әрекет жасамай отыра беру, ол тәуекел емес, оны арабша тәуәкүл дейді. Ол жалқаулық, ол надандық. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір кісі келді. Я Расулалла, мен түйем бар, айдалада кетіп бара жатырмын, сол түйеден түсіп мен кішкене дем алып алайын деп жатырмын. Енді Аллаға тәуекел етуім керек, түйемді сақтау жағынан. Сол түйемді байлап қойып тәуекел етейін бе, жоқ, жібере салып тәуекел етейін бе, Алла тағала сақтай ма? Мен жоғалтпай ұйқымнан тұрған кезде түйем қасымда тұра ма деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иқилха фатаваккал" деді. Сен байлап қой оны, сосын тәуекел жаса деді. Демек, бұл тағы бір шарты, үшінші шарт, шынайы тәуекелді. Біз қолымыздан келген әрекетті жасаймыз. Неге? Себебі Алла тағала Құранда тағы бір аятта айтады: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха". Алла тағала әрбір жаны бар затқа өзінің шамасынан тыс міндетті жүктемейді дейді. Шамамыздың шеңберіндегі міндетті ғана Алла тағала жүктейді. Басқан жүктемейді. Сондықтан біз қолымыздан келген шараны жасаймыз. Арғата нәтижені Алладан күтеміз. Нәтижені бізге беретін де, көрсететін де ол Алла тағала. Келесі шарт. Біз тәуекел еткенде Алла тағаланың разылығынан үміт етіп тәуекел етеміз. Алла тағала тәуекел еткен құлдарын жақсы көреді. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Инналлаха юхиббул мутаваккилин" дейді. Шын мәнінде Алла тағала тәуекел еткен құлдарын жақсы көреді дейді. Біздің тәуекел еткендегі ниетіміз Алла тағаланың разылығы болу керек. Алла тағаланың жәннәті болу керек. Алла тағаланың құзырында Алла тағаланың дидарын көруді, фирдаус жәннәтте болуды, соны үміт етіп біз тәуекел етеміз. Сосын соңғы шарт шынайы тәуекел етудің. Пенде, Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Хулиқал инсану даифа". Адам баласы әлсіз жаратылған.
Біз мұқтажбыз. Біз әлсіз жаратылыспыз. Кімге мұқтажбыз? Аллаға мұқтажбыз. Мұқтаж емес тек бір Алланың өзі ғана. Аллаху самад. Бір Алла ғана мұқтаж емес. Ешкімге, еш нәрсеге. Қалған жаратылыстың барлығы Алладан басқаның бәрі жаратылыс. Барлығымыз Аллаға мұқтажбыз. Сол мұқтаждығымызды, әлсіздігімізді біліп, сезініп, тәуекел етуіміз керек. Алла тағаланың алдында құл екенімізді, Алла тағалаға әрбір демімізде, әрбір мезетімізде мұқтаждығымызды сезініп отырып тәуекел етуіміз керек. Ва тәуеккәл алалла, Аллаға тәуекел ет. Ва кафа биллахи вакила. Алла тағала өкілдікте болды, жетеді. Сен Аллаға тапсырдың ба, сенің ісіңді Алла тағала орындауда басқа еш нәрсе Алла тағалаға жетпейді. Сенің ісіңді, нәтижесін Алла тағала береді саған, егер шынайы тәуекел ететін болсаң. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тәуекелінен бір оқиғаны келтіре кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, Меккеден Мединаға көшті. Әртүрлі қиын жағдайлар болды Меккеде. 13 жыл бойына Меккеде дінді сондай қиындық болса да, қаншалықты күрес болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтпай дінді таратты, уағыздады, жақсылыққа шақырды, мүшриктерді, құрайыштарды Аллаға серік қосудан қайтарды, еңбектенді, бейнет болды. Содан кейін Алланың әмірі келіп Мединаға көшіп баратқанда қасындағы Сиддиқ сахабасы радиаллаху анху, Абу Бәкір радиаллаху анху екеуі бірге жүрді жолда, барып үңгірге тығылды. Имам Муслим риуаят ететін хадисте Абу Бәкір радиаллаху анху айтады, егер дейді, біз үңгірде жатырмыз дейді, үңгірде жатырмыз. Пайғамбарымыз тәуекелін қараңыздар, үңгірде жатырмыз біз, тығылып дейді. Егер ана төбемізден іздеп жүрген мүшриктер аяғының астына дұрыстап қарайтын болса, онда бізді көретін еді дейді, көреді олар дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға мен айттым дейді, я Расулалла, аналар егер қазір аяғының астына дұрыстап қарайтын болса, бізді көреді, ұстап алатын болды ғой деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі, сен екі адам жөнінде қалай ойлайсың деді. Екі адам бірге отыр, бірақ ол екеуінің үшіншісі Алла тағала деді. Ол екеуінің серігі Алла тағала. Алла ол екеуімен бірге, сен неге қорқасың деді. Алла тағала бұл жөнінде сонымен аят түсірді. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Ол өзінің досына, қасындағы серігіне айтты дейді, сен уайымдама. Алла тағала біздің қасымызда, үшіншіміз Алла. Алла қорғайды бізді деді. Инналлаха мағана. Алла тағала шын мәнінде бізбен деп айтты дейді. Осы нәрсені Алла тағала Құраны кәрімде осы оқиғаны осы айтып өтеді Тәубе сүресінде. Сосын Алла тағала фәәнзәләллаху сәкинәтәху алейхи ва әйядәху bijunudin lam тарауха. Сосын ол екеуіне Алла тағала, Алланың елшісіне, оның қасындағы сахабасына, Сиддиқ сахабасына сондай көңілдің тыныштығын берді дейді. Көңілдер тыныш тапты. Егер біз тәуекел ететін болсақ, онда біздің көңіліміз тыныш болады. Аллаға тапсырдық қой. Құдіреті шексіз Алла тағала сізді қолдап тұратын болса, құдіреті шексіз Алла тағала сіздің серігіңіз болатын болса, онда неге сіз алаңдайсыз, неге абыржисыз? Сол кезде сіз әртүрлі жаңағы жүйке ауруларынан, әртүрлі жаңағыдай адамның психологиясында болатын аурулардан да сақ боласыз, олардың бәрінен жырақ боласыз. Себебі көңіліңіз тыныш. Сосын Алла тағала айтады: "Ва айядаху bijunudin lam тарауха". Және Алла тағала оған сендер көрмеген әскерді көмекке жіберді дейді. Сендер көрмейсіңдер оны дейді. Біз көрмейтін Алла тағаланың әскерлері шексіз. Біз көрмейміз оларды. Соны көмекке жіберді дейді. Егер шын мәнінде шынайы тәуекел ететін болсақ Алла тағалаға, біз көрмейтін әскерді Алла тағала бізге жібереді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бағана хадисте айтады: "Лау аннакум таваккалтум ала Аллахи хаққа таваккулихи ла разақакум
кәмә ярзуқу тайр дейді. Сендерді анау құсқа рызық бергендей сендерге рызық беретін еді дейді. Тағду химасон ва таруху битанан. Ол құстар таңертең шыққан уақытта ұясынан ұшып кеткенде, немесе қонақтап тұрған жерінен кеткенде, олар таңертең аш шығады. Бірақ кешке келгенде олар тоқ болып келіп қонақтайды. Солар секілді Алла тағала сендерге рызық беретін еді дейді. Ешқандай уайымдамай. Егер сендер шынайы тәуекел ететін болсаңдар. Сондықтан біз осы қазір айтып өткен шарттарды сақтай отырып тәуекел ететін болсақ, Алла тағала біздің рызқымызды да кеңейтеді. Біздің өмірімізге де береке береді, дінімізге де береке береді, отанымызды бәле-жаладан да сақтайды, қоғамның ауызбіршілігін сақтайды. Жақсылықтың бәрін Алла тағала шексіз береді бізге. Бірақ әркім өзінің жан дүниесіне қарау керек. Мен жаңағы шарттарға сәйкес тәуекел етіп жүрмін бе күнделікті өмірімде? Сол секілді Алла тағала тәуекел еткендерді қолдайды. Сондай-ақ Алла тағала тәуекел еткендерді өзінің жәннатына кіргізеді. Алла тағала тәуекел етушілерді жақсы көреді. Сондықтан Алла тағала баршамызды өзіне шынайы тәуекел ететін сүйікті құлдарынан етсін. Аллахумма лакал хамду кама янбағи ли жалали вajhika ва ли азими султаник. Я жаратушы Алла тағала, осы бүгінгі қасиетті күнде өзіңнің үйіңе, өзіңнің құлшылығыңды жасаймыз, разылығыңды тілейміз, жәннатыңнан үміт етеміз деп келген қадамдарымызды сауаптан жаз. Әрбір игі тілектерімізді, дұғаларымызды я Алла тағала өзің қабыл ете көр. Я жаратушы Алла тағала, бүгінгі айтылған уағыздан, қасиетті өзіңнің кәламыңнан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен сабақ алатын, соны өмірімізге өнеге ететін, амал ететін өзіңнің сүйікті құлдарынан ете көр. Ва саллаллаху аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахметке я